Абайдың трагедиясы ол кез келген ел ұлттағы жаңа бірінші ғұлама адаммен болатын трагедия ғой. Өзімнің субъективті ойым бойынша шәкәрімді Абайдан жоғары қоямын негізінде. Бірақ бұл субъективті ойларда, мысалы Мұхтар Шаханов айтады, мен Махамбетті Абайдан биік қоямын дейді. Біреулер Ыбырайды биік қоямын дейді. Бірақ объективті тұрғыда Абай бәрібір қазақ үшін маңызды ғой. Шәкәрім феномені неде деген сұраққа келетін болсақ, Шәкәрімнің көп жыл бойы қазаққа белгісіз болып келгені, өтірік пұтқа салып жіберіп қазаққа танымай болмай келді. Ал ол табылғанда, алғашқы жаңағы үш анаға шыққанда философтар, зиялы қауым бәріміз таң қалдық. Осындай да қазақта данагөй адам болған екен ғой деп. Гиганттардың иығында отырып дейді, олардан гөрі алысырақ көреміз дейді. Ғылымда физика ғылымы ол Ньютонның иығында отыр. Бірақ қазіргі физиктер Ньютоннан алысқа кетті ғой бәрі де. Сіздің мақалаңызда мынандай сөз бар: Махамбет бір мифологиялық тұлға деген. Бұл сөзіңізді буквалды түрде түсінетіндер бар.